Дос көшім. Қазақ тілінің жанашыр ретінде көпке танымал. Биыл оның саясат сахнасында жүргеніне 30 жылдан асты. Халыққа демократия құндылықтарын түсіндіру бағытындағы бірнеше кітаптың авторы, ана тілі қоғамын құрушылардың бірі. Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер атағының, қазақ тілінің жанашыры төс белгісінің егері, саясаткер қазақ әліпбиін кирилл қарпінен латынға көшіру жөніндегі қоғамдық комиссияның мүшесі болған. Латын графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшуді мен өз басым қолдаған адаммын, жаңағы саяси бағытын бойынша, басқа бағытын бойынша. Бірақ бұның ішінде менің ойымша ең бастысы біздің бұл фонетикалық қажеттілігімізден туып отыр. Кейбіреулер айтады, бұл орыс әлемінен кету дейді. Кейбіреулер айтады, бұл түрік әлеміне жақындау дейді. Менің ойымша бұның ішіндегі ең бастысы біздің дыбыстық жүйемізді дұрыстау үшін міндетті түрде әріптерімізді дұрыстап алуымыз керек. Одан бөлек, латын графикасына көшудің бірден бір себебі әлемдік кеңістікке енудің жолы болып табылады. Ғаламтор желісінде кириллицада 100 мыңдаған материал болса, латын графикасында миллиондап кездеседі. Ал бұл ақпараттар негізінен ағылшын тілінде. Осылайша латын тіліне көшу ағылшын тілін тез үйренуге және көп тілділікті дамытуға септігін тигізері сөзсіз дейді Дос көшім. Дүние жүзіндегі 80% елдердің әліпбиі латын графикасына негізделген. Демек біз шындығында да әлемдік деңгейге жақындауымыздың бір себебі болды. Оның ішінде және ағылшын тілін үйренуге, ағылшын тілін қолдануға біз бір табан жақында айттığımız айдан анық. Дос көшім сынды саясаттанушы ретінде Расул Жұмалының да жаңа әліпбиге қатысты айтар ойы бар. Бұл енді белгілі бір дәрежеде өзіміздің тәуелсіз таңдауымыз болып табылады. Яғни қазақ мемлекетінің, қазақ халқының өз әліпбиін өзі таңдауы, біреудің жетегінде жүрмей. Ендігі бір мәселе, қазір шашырап қалған халықпыз. Мәселен, Түркиядағы ағайындарымыз латын әліпбиін қолданады қазақша жазғанда. Қазақстандағымыз әзірше көбінесе кириллицада жазамыз. Қытайдағы қандасымыз сол араб төте жазуымен жазады. Бір халық бірнеше әліпбиді қолданып отырған жағдайымыз бар, соны жақындастыру. Сондықтан латын әліпбиі негізінде жасалған жаңа әліпби арқылы бір болайық, бірге болайық дейді саясаттанушы.